Сынбаймын деген пиала, тасқа да түссе сынбайды. Мезгілі жеткен құмыра, құмға да түссе қирайды. Соққан жел, қайта оралып кешірім сұраса да, сынған бұтақ, сынған күйінде қала береді. Жігітке арман жеткізіп беді, өз сорын өзі жеңбесе, өмірдің барлық сәтсіздіктері бақытсыздық емес, ендеше. Бұтақта отырған құс еш уақытта құлаймын деп қорықпайды. Өйткені құс бұтаққа емес, өзінің қанатына сенеді. Аллаға тәуекел етіп, сіз де өзіңізге сеніңіз. Жақсы адам сөзді түсінсе, сөздің сырын іздейді. Жаман адам сөзді түсінсе де, сөздің шірігін іздейді. Сыртым сау болса да, ішім өліп қалыпты. Ашулансам, ызалана алмаймын. Күлсем, қуана алмаймын. Сөйлегенім өз сөзім емес, күлгенім өз күлкім емес. Бәрі де әлде кімдікі. Қанша жақсылық жасасаң да, қадіріңді түсінбейтін, еңбегіңді бағаламайтын адамға өкпелеудің қажеті де жоқ. Өйткені оның ой өрісінің жеткен жері сол. Қолыңнан келмейтін істі Алла тағала ойыңа салмайды. Сенен керегі тек әрекет, нәтиже Алладан. Алатын кезде алға озып, беретін кезде артта бұғып қалатын, алғаны мен бергенін жіпке тізіп санайтын адамнан аулақ жүр. Ондай адамнан құтылудың өзі үлкен олжа. Тәуекел етіп, ұнатқан кәсібіңізбен айналыспасаңыз, тәуекел еткеннің қол астында жұмыс жасауға міндеттісіз. Бәріміз бір адамның баласымыз. Жігіттер, бір-біріңе қарасыңыз. Өмір деген 5 күндік кетер өтіп, атаң барған орынға барасыңыз. Біреуге Құдай бәрін береді, байлық та бар, алтын гаухар, інжу маржан бәрі бар. 4 құбыласы сай, бірақ иман жоқ. Ең сорлы адам сол, бір кем дүние. Ұстары жоқ қылыштың, өткірінен не пайда? Бірлігі жоқ туыстың, көптігінен не пайда? Ішіне адам кірмесе, сарайыңнан не пайда? Араласып жүрмесе, ағайыннан не пайда? Сенбесе ақталма, көрмесе мақтанба. Бермесе өтінбе, жеңбесең өкінбе. Бар болса тасынба, жоқ болса ашынба. Үмітің серігің, ақылың көрігің. Әуелі адам болсаң өзіңді біл, адамға сөйлей тұғын сөзіңді біл. Әр жаста әрбір түрлі міндетің бар, қай жаста не істейтін кезіңді біл. Аңшы қанша айла білсе, аю сонша соқпақ біледі. Еріншекке есікте асу көрнер, жалқауға бұлыт та жүк көрнер. Ақылмен арыстан ұстауға болады, күшпен тышқан да ұстай алмайсың. Сөздің өзінде кінә жоқ, мәселе айтушыда. Біреу оны мұзға ұнатып жеткізеді, біреу тұзға ұнатып жеткізеді. Енді біреу жүрегінің жылуына бөлеп жолдайды. Бала бетімен кетсе, ата-анасын ұмытады. Әйел бетімен кетсе, күйеуінің барын ұмытады. Ағайын күлкің қайда, назың қайда? Жарасқан бір-біріңе әзіл қайда? Қалған көңіл шыққан жан дегендейін, шынымен енді қайтып жазылмай ма?
Ойлы бастық ұқыпты қызметкерді адам етеді. Ойсыз бастық оқып келген маманды надан етеді. Байлық жақсы екені елге мәлім. Өзің істеп әдет қыл келсе қалың. Қолың білсе біреуге жалынбайсың. Шыдамды бол, еріншек болма жаным. Ақшаң болмаса кімсің дейді. Қарыз болсаң қайдасың дейді. Ақшаң және достарың көп болса қалайсыз дейді. Адамдар кітап секілді. Бір кітап сыртындағы әдемі көрінісімен өзіне тартса, екіншісі ішіндегі мазмұнымен ойландырады. Тіліңіз шықпаған кезде сізді түсінген анаңызға сіз мені түсінбейсіз деп айтуға қақыңыз жоқ. Ақыл өлсе даналық кетеді, жүрек өлсе мейірім кетеді, ар ождан өлсе барлығы кетеді. Адамның шашқаны емес тергені, алғаны емес бергені қалады. Су шықпас қазған менен тау басынан, қазақтың дау бітпейді сау басынан. Жолдасы сыр айтысқан жау боп шықса, ер жігіт жаңылады тәубасынан. Батыр боп жауға найзаң тимесе, батырлықтан не пайда? Бай болып халқыңа пайдаң тимесе, байлығыңнан не пайда? Әділ кісілердің досы көп болмайды, өйткені олар жағымпаздануды білмейді. Бал арасы бал береді, шағатынын ұмытпа. Ит соңыңнан ереді, қабатынын ұмытпа. Асау ат та көнеді, тебетінін ұмытпа. Өмір бір-ақ рет беріледі, сөнетінін ұмытпа. Таяқтан тайсалмасаң, семсерден сескенбесең, жеңдім дей бер. Бұқсаң сұқты, тығылсаң тықты, именсең езді, өлдім дей бер. Шапаның алтын болса да, жаға менен жең керек. Ұлың патша болса да, ағайын мен ел керек. Құрметті оқырман, жоғарыда айтылған нақыл сөздер сіз үшін пайдалы болса, каналыма тіркеліп, видео астына өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Алдағы уақытта сіздермен бөлісер пайдалы ақпараттар мен нақыл сөздер, ғибратты әңгімелер каналымнан көптеп шығатын болады. Менімен бірге болғаныңыз үшін алғысым шексіз. Келесі жаңа видеоларда жолыққанша аман да сау болыңыз.